Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді французский салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге капуста осылай қолмен жіңішке турайсыздар. Сосын бізге осындай терка қажет. Бұл теркадан біз қызылшаны өткізіп аламыз, сәбізді, картопты өткізетін боламыз. Картопты өткізіп болған соң салқын суда осылай батырып қою қажет. 2 рет тағы жуып, шайып, осындай полотенцаға сүлгіге жайып қойыңыздар. Үстін осылай құрғатамыз суынан. Сосын қызып тұрған майда әдемілеп қызыл болғанша қуырып аламыз. Міне достар, осындай цветте әдемі картоп шығады. Келесі бізде етті тоже соломка етіп турайсыздар. Оны да қызып тұрған майда қуырып аласыздар. Барлық заттарымызды араластырып, майонез бен тұз қосасыздар. Мінекей осындай салат шығады. Бетіне картошкамызды осылай сеуіп қоясыздар. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.